Баршаңызға сәлем. Осылай қайнап тұрған суға изгушонканы құйып, керемет бір тіске басар, тәтті балалардың сүйіп жейтін тәттісін дайындадым. Ол қалай десеңіздер, видеоның соңына дейін қараңыздар, өткізбей. Егер каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қолдап отырыңыздар. Ең алдымен біз табамызға 120 миллиграмдай су құйып, оны қайнаған күтеміз. Қайнап шыққан соң осылай изгушонканың жартысын құйып аламыз. Тең жартысын құйыңыздар. Сосын осыны жақсылап араластырып 1-2 минуттай қайнаттым. Бір 2 минут осылай табада ұстаған кезде оны жақсылап араластырып отырыңыздар. Дайын болған қоспаны басқа ыдысқа алып, оны аздап суытып аламыз. Ыдысымызға 1 жұмыртқа саламыз. Көз мөлшерімен осылай аздап қана тұз қосып жіберіп, шай қасықтың осылай шай қасықты аздап қана ас содасын қосып жақсылап араластырамыз. Енді осыған бағана суып тұрған қоспамызды құйып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Енді осыған 120 граммдай ұн қостым мен. Ұнды аздап-аздап қосып отырып, жақсылап араластырып аламыз. Құрметті ханымдар мен мырзалар, құрметті көрермендер, тегін лайктарыңызды, комментарияларыңызды жазып, қолдап, лайк басып, каналымды ары қарай дамуына өз үлестеріңізді қосып отырсаңыздар. Міне қоспамыз дайын болды. Енді қызып тұрған табаға аздап қана май жағып алып пісіріп аламыз. Егер табаларыңыз астына алмайтын осындай асты қалың таба болса, май жағудың қажеті де жоқ. Мен біріншісіне жақтым, қалғандарына май жақпай пісіріп алдым. Біздікі шамалы ғана қою болып қалды. Осылай формасын жайып алдық. Енді осыны қазір көрсетемін. Бетіне осындай болып, өзірекі болып шыққан кезде екінші жағын аударып пісіріп аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл дәмі енді алладей сондай бір блинне секілді болып піскенмен, бірақтан дәмі ерекше бір тәтті болып шығады екен. Изгушонкамен біздің балдарымызға қатты ұнады. Әрі жылдам дайын болады. Мінекей осындай болып шықты. Енді екінші жағын аударамыз. Міне осылай тіске басар тәттілеріміз дайын, өте тойымды әрі керемет ерекше болып шығады екен. Қараңыздар, осындай аралары тесік-тесік болып, осылай бір енді ерекше болып шығады. Егер рецепт ұнаған болса, өз пікірлеріңіз жазыңыздар. Каналды қолдауды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Ас болсын.